Қайырлы күн. Қайырлы күн. Айта бер Сұлтан. Діндер деп айтып жатыр ғой, сол діндер туралы айтып кетейін. Енді көпшілік айтады ғой, діндер өте көп, ол ертегі шығар қайсына бір сенеміз деп, иә. Енді соларды түсіндіріп кетейін қысқаша. Енді діндер көп, былай ең басында мен бірден былайша айтқанда бірден ере салған жоқпын, ойландым ғой. Бұған дейін ойланып жүрдім, сосын ислам туралы ойландым, сол кезде басқа діндер туралы ойландым. Ең бастапқы кезде қателеспесем христианствоны, сосын буддизмді, сосын исламды қарап жүрдім мен. Сосын қайсысы дұрыс деп сондай қарадым. Кейінірек индуизм, соларды да қарап шықтым діндерді. Сонда мен түсінгенім негізі басқа діндерде қателіктер өте көп, противоречиялар. Мысалы айтайын, индуизмнің өзінде не дейді? Сипаты бойынша мына өмірден кейін не болады дейді, андай жерасты несі болады ғой, сондай сұрау, есеп қисап дегендей мәселелер айтылады көне жазбаларында. Веда, Упанишат деген кітаптары бар. Бірақ адамдар не деген шығарды? Саңсара деген шығарды, реинкарнация дейтін нәрсені. Яғни сен өлгеннен кейін сенің жаның бірнеше жылдан кейін жануар немесе адамға қайта келеді дейді. Бірақ ондай өздерінің жазбаларында жоқ. Яғни оны философтар шығарған, индуизмда өздері мойындайды. Яғни бұнда противоречие көп. Индуизмда сосын не? Құдайдың сипатында айтылады, Құдайдың бейнесі жоқ дейді. Сосын Құдай бір, оның екіншісі жоқ дейді. Құдайдың ата-анасы жоқ дейді. Ал қазір индуизм ұстанатындар не істеді? Толтырып Құдайлар деп не істеп шығарды? Оның бәрі негізі аватар. Біреулер айтады ғой, Кришна шығып қалса, ана өмірде не істейсің? Сені Кришна азаптауы мүмкін, немесе Вишну, тағы не дейді, көптеген нелері бар ғой, оларда аватарлар дейтін. Олардың жазбалары бірақ басқаша айтады. Құдайдың бейнесі жоқ дейді, Құдай жалғыз дейді. Противоречие. Индуизмнан басқа діндер шыққан. Мысалы, сикхизм тарады, индуизмнан джайнизм тарады, индуизмнан шыққан бір бағыт болды, буддизм. Будда дейтін, Гаутама дейтін адамның артынан ергендер буддизмді шығарады. Ол буддизмда вообще Құдай дейтін түсінік жоқ. Яғни ол адамдардан қалыптасқан нәрсе. Джайнизмда да сондай, индуизмнан бөлініп шыққан. Ал джайнизмда, мысалы, қызық джайнизм бар ғой. Алло, естіп тұрсыз ба? Алло. Джайнизмда қызық айтайын, былай ғой, оларда құмырсқаны баспайды екен. Құмырсқаны басса күні арқалайды дейді. Сол үшін алдарын сыпырып жүреді жүргенде андай монахтары ма сондай. И потом тамақ пісіргенде де от жақпайды екен монахтары. Отқа шыбын-шіркей секілді тіршілік иелері өліп қалады деп, соған күні арқалап қаламыз деп сондай сенім екен. Сосын кімде нені алады ғой, егіншілікпен айналысқанда монахтар нені жылмайды екен. Тамырымен жұлынған кезде құрт тіршілік иелері кішкентай өліп қалады деп күні арқалаймыз дейді екен. Сондай нені асыра сілтеушілік оларда. Сикхизм дейтін ол қалай шықты? Бір адам неде тұрды? Бір жағы Пакистан, бір жағы Индия. Қарап көрсеңіздер болады, сонда ол Пакистанда мұсылмандар ғой, Индияда индуизм ұстанатындар бар. Содан индуизмнің реинкарнация деген нәрсесін алады, исламнан жалғыз Құдай дейтін концепцияны алады, и потом сикхизм деген шығарады. Сикхизмнан қылыш сияқты ұстап жүреді адамдар, соны тастамай ұстап жүреді. Одан да, яғни ол белгілі кәдімгі адам шығарғаны оны. Сосын тағы не дейді? Иудаизм бар, христианство бар, Иудаизмда, христианствода ұқсас жері, оларда Ветхий Завет дейтін бар. Екеуі де Ветхий Заветті ақпарат алады Ветхий Заветтан. Бірақ христианствода айырмашылық Новый Завет дейтін бар. Новый Заветтің ішіне Евангелие дейтін кіреді. Вот осы Евангелие дейтін Інжіл екен. Бізде айтады, Құдайдан түскен кітап Тора, Тәурат, сосын Інжіл, яғни сол Евангелие, сосын Забур бар, Псалтырь, сосын осы Құран дейді. Сол бірақ мынандай мәселе ғой. Енді айтайын, тағы да сипат. Индуизмда бір Құдайдың сипаты айтылды, яғни оның бейнесі жоқ, ол мысалы біреу, оның екіншісі жоқ, ата-анасы жоқ дейтін сипаты бар. Одан басқа діндер тарап шықты. Иудаизмда да айтады сол, Яхве дейді, Яхвенің бейнесі жоқ дейді, Яхве жалғыз Құдай дейді. Яхве Мұса пайғамбарға көре алмайсың деп айтады дейді, Яхве иудаизмда. Христианствода айтады, Отец дейді, Иисус айтады, Отец мой более меня дейді. Яғни әкем менен де жоғары дейді. Бұнда әке деген сөз метафорический. Былай айтады, христиандар былай айтады, Отче наш сущий на небесах дейді. Сущий деген сөз сол иудаизмдағы Яхве. Яғни олардың негізгі основасы иудаизмда да бір Құдай, христианствода да основасы бір Құдай. Бірақ кейін не істеді? Білесіз ба, Троица дейтін сөз бар ғой, вообще неде жоқ қой, Библияда жоқ.
троица дегенді 3 ғасырдан кейін шығарған Никейский собор дейтін болды, сонда шығарады. Ал оларда ондай троица дейтін нақты сөз жоқ. Иисус өзін құдаймын деген сөз жоқ. Ол айтады, Иисус маған сеніңдер дейді. Сонда христиандар айтады, Иисусқа сенсеңдер құтыласыңдар дегендей. Бірақ ол нақты өзін айтқан жоқ қой, мен құдаймын деп. Яғни одан кәдімгі көруге болады пайғамбарлығын. Себебі өзі Библияда бар. Я был послан отцом дегенде нелер стихтар бар. Мында отец деп меңзеп отырғаны метафора. Тікелей әке емес, құдайды меңзеп отыр. Отецтің сипатын қарасаңыздар, оның да андай бейнесі жоқ, сондай бір жалғыз құдірет иесі дейді. Бастауы жоқ, соңы жоқ дейді. Исламда да бізде Аллах дейміз. Оның бейнесін бейнелемейміз, бастауы жоқ, соңы жоқ деп біз сенеміз. Яғни бұндағы діндерді қарасақ, основасы бір құдайдан келгенін түсінуге болады. Сосын зороастризмда да айтсақ солай болады. Ана 8-ші наурыз дейтін мәселе, 8 емес 22-ші наурыз мәселесі бар ғой. Сонда айтады ғой, зороастризмнан шыққан деп. Себебі зороастризмда онда да бір құдай, оны Ахура Мазда дейді да, оның да бейнесі жоқ, ол да жалғыз құдірет иесі дейді зороастризмда. Ал зороастризм ұстанатындар не істеді? Алдыда екінші құдай деп қойды. Ангра Майню, қателеспесем, солда зұлымдық құдай деп екі құдайлық етіп жүрді. Ал жазбаларында бір құдай деген, сипаты жоқ бір құдай деген. Түсінікті ма? Сосын ана күн құдайы, түн құдайы деп не істеп бөліп тастаған. Ахура Мазда күн құдайы жеңген кезде күн ұзарады деген. Сонда 22-ші наурызда не істейді? Күн ұзарады ғой. Сол үшін күн ұзарып бастаған кезін тойлайды екен 22-ші наурыз. Зороастризмнан тарап кеткен. Қазір зороастризм жойылып жатыр. Енді мифологияларға көшейік. Біреулер айтуы мүмкін ғой, Зевс шықпаса ана өмірде не болады? Мысалы айтқанда тағы не бар? Один дейді. Енді бұлар скандинавский мифология, греческий мифология. Мифологиялар негізі бағанада қарағанда бұрында адамдар табиғатты түсіндіруге тырысты ғой. Сол кезде олар сипаттаған, мысалы найзағай болса оның құдайы бар, су болса оның құдайы бар, жер асты оның бір құдайы бар деген секілді сенімдер де болды. Политеизм, пантеизм, сондай көп құдайшылық деп түсіндіруге тырысты. Вот сонда олар сақталған жоқ. Егер құдай болса, ол өзінің дінін сақтар еді, потому что құдайдың артынан ерушілер бар, иә? Ал ең жақсы сақталған қай дін осылардың қарағанда? Иудаизм ба? Кітабы мысалы 1000 жылдан кейін жазылған екен. Таурат не бар ғой, Тора, солар жинақталғаны 1000 жылдан кейін. Библия ма? Библияда да искажение, күмәндар көп. Себебі оны жатқа білетіндей қазір Библияға адам жоқ. Индуизм ба? Веда, Упанишад, Бхагават Гита дейтін жазбалар көп. Ең основной Веда дейтін жазбалар бар ғой. Сол жазбалардың өзі нақты қашан жазылғанын өздері нақты біле алмайды да. Ол әртүрлі пікірлер бар соның Веданың қай жылы жазылғаны туралы. Енді ақпаратқа қайсына сенімді бола аламыз? Именно осында соны айтқым келетіні Құранға сенімді бола аламыз. Потому что 1400 жыл бұрын жазылған, ол сақталады деген исламда, ол сақталып тұр. Себебі біреулер айтуы мүмкін ғой, Құран өртелген жоқ па, не істелген жоқ па дегендей. Оның өртелген негізі дұрыстап зерттеп қарасаңыздар, өртелген деген ол тікелей бүкіл Құран емес, ана нелер болады ғой бізде. Біреулер бір жақта сым дейді, бір жақта шалбар дейді, бір жақта бақыраш, бір жақта ожау дейді. Яғни әр бір ел болса, оның әртүрлі нелер бар, диалект бар, диалект. Сондай диалект арабтарда да болған. Соның ішінде бір диалект сақталған, Меккедегі Құрайыштардың диалекті сақталған. Сол сақталып қалғандары өртелген. Әдейі не болмас үшін, ана араздастық, келіспеушілік болмас үшін соны сақтап тұр ғой Құранды. И потом тағы біреулер айтуы мүмкін, Құран кейін жазылған деп. Онда біліп жүріңіздер, пайғамбардың өмірінің соңының өзінде қанша сахаба? Аз дегенде 10-20-дан бастап 100-ге жуық аралығында бүкіл Құранды жатқа білетін хафиздар болған дейді. Яғни Құран кәдімгідей, ал қазір қанша адам біледі жатқа? 10 миллионнан астам. Өте көп адам полностью жатқа біледі. Сонда ең жақсы сақталып тұр да. Естіп жатсыздар ма? Сол жалпы түсіндіргім келгені діндер мен